Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге мен Диана, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте әдемі әрі ерекше кешкі ас дайындаймыз. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін електен ұнымызды өткізіп алып, оған сәл тұз қосып, үстіне салқын су құйып, жұмсақтай, қолға жабыспайтындай қамыр илейміз. Және де оның бетін жауып, жарты сағатқа тұндырып қойып қоямыз. Қамырымызды иі қанғанша дұрыстап илеңіздер. Достар, керекті заттардың барлығы описанияда жазылған, міндетті түрде оқып көріңіздер. Және де менің арнама тіркеліп, лайк басып, арасында комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал енді салмаларын дайындайық. Ол үшін барлық керекті көкөністердің сыртын ашып, және де жақсылап тұрып, тазалап жуып аламыз. Ал енді картопымызды кесеміз. Картопты мен осындай кескішпен кестім. Осындай ерек кескіш, егер үйде болса, міндетті түрде қолданыңыздар. Өте әдемі сән береді. Немесе жай ғана қарапайым пышақпен де осы үлкен етіп кессеңіздер болады. Ал енді сәбізді де осы кескіштің көмегімен домалатып кесеміз. Сәбізіміз де өте әдемі болып көрінетін болады. Ал енді пиязымыздың ортасынан бөліп, әр бөлігін осылай кішігірім етіп кесіп аламыз. Полукольца ретінде. Және де сарымсағымызды да ұсақтап кесеміз. Ал енді қырыққабаттың сыртын ашып, тазалап, оны да кішігірім етіп кесіп аламыз. Төртбұрышты кубик етіп, сәл үлкен етіп кессеңіздер де болады. Әдемі көрінеді. Ал енді етімізді тураймыз. Менде бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай піскен ет. Егер де піскен ет болмаса, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша кез келген етті турап қойсаңыздар болады. Осылай етімізді де сәл үлкен етіп турап аламыз. Және де бөлек ыдысқа салып қоямыз. Бұл жерде тауық етінде, қойдың етінде, сиырдың етінде пайдалануға болады, яғни өз қалауларыңыз бойынша. Ал енді қамырымызды жаямыз. Ол үшін сәл ұн сеуіп, үстіне қамырымызды салып, оқтаудың көмегімен жұмсақ жұқалап етіп жаямыз. Қамырымызды жайып болған соң, алдын ала сары майымызды ерітіп суытып аламыз. Сол сары майымызды қамырымыздың үстінен жайып шығамыз. Толықтай жақсылап жайып шығыңыздар. Ал енді осындай укропты турадық. Оны да укроп немесе жусайды да қоссаңыздар болады. Менде укроп болған соң укропты қостым. Осылай майымыздың үстіне жағып, қолмен әдемілеп жағып шығамыз біркелкі болып.
Ал енді қамырымызды видеода көрсеткендей рулет етінде ораймыз және де оны осылай домалатамыз. Және де бетін жауып, тағы да бір 15 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін салмамызды пісіреміз. Ал енді салмамызды пісірейік. Ол үшін пісіретін табамызға сұйық майымызды қыздырып аламыз. Оның үстіне пияз бен морковты салып қуырамыз. Және де егер де сізде піспеген ет болса, оны өзі пісетін уақытына қарай пісіріп алыңыздар. Яғни, егер тауық еті болса, ол тез піседі, ал егер қойдың немесе сиыр еті болса, 1-1,5 сағаттай уақыт кетеді пісуіне. Сондықтан алдын ала пісіріп алсаңыздар жөн болады. Енді мен осындай болгар бұрыштары және де қызанақты қостым, және де тағы да араластырып алдым. Менде бұл жерде қызанақ пен болгар бұрышы қатырылған. Егер де қатырылған болмаса, турап қоссаңыздар да болады. Ал енді мен піскен етімді салып, тағы да бір рет араластырып алдым. Енді осылардың үстінен туралған 40 қабатымызды саламыз және де тағы да бір рет араластырып аламыз. Және де картобымызды саламыз және де тағы да бір рет араластырып аламыз. Ал енді орташа етіп қайнаған суымызды құямыз және де дәміне қарай дәмдеуіштер қосамыз. Ол тұз, бұрыш немесе паприкада қоссаңыздар болады. Өздеріңіз ұнататын дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Және де лавр жапырағында жуып қоссаңыздар болады. Және де араластырып, суымызды қайнатып, бір бұқтырып аламыз. Оған дейін қамырымызды жаямыз. Міне бізде осындай қамыр болып шықты. Енді осыны оқтаудың көмегімен жұмсақ біздің пісіретін табамызға байланысты домалатып жайып аламыз. Ал енді қазанымыздың ішіне қамырымызды саламыз бетіне. Және де бетін жауып, орташа отта 25 минуттай пісіреміз. 25 немесе 30 минутта кетуі мүмкін. Міне көріп тұрғандарыңыздай менің қамырым қазаныма дәл келді. Бірақ сәл кішірейіп салыңыздар, өйткені қамырымыз біздің өседі, сондықтан бұдан да сәл кішірейтіп салсаңыздар болады. Міне біздің тағамымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте ерекше тағам. Ең алдымен қамырын алып, оны осылай ортасынан бөліп
әр бөлігін 4 бөлікке бөлсек 8 бөлікке бөлеміз қамырымызды. Осылай әдемілеп үшбұрышты етіп турап аламыз. Ал енді ыдысымызға салмасын саламыз. Үлкен ыдыс болса тіпті жақсы. Және де үстіне қамырларымызды әдемілеп тұрып саламыз. Және де үстін безендіру үшін кез келген көк шөпті сепсеңіздер болады, одан сайын әдемі болып шығады. Осымен біздің тағамымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңызда еш қиындығы жоқ, өте оңай жасалынады. Үйдегі бар заттардан жасалынады деп айтсам да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де комментарийға жазып кеттіңіздер, егер де жасасаңыздар. Баршаларыңызға рахмет. Менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.